Баршаңызға сәлем қыздар. Бүгін сіздермен біз өте дәмді осы жылдың хит рецептісі болған трайфл десертін әзірлейтін боламыз. Ол үшін видеода көріп отырғандарыңыздай жұмыртқа мен қантымызды жақсылап шайқап аламыз. Массамыз 2 есе көтерілуі тиіс. Оның үстіне жылы сүтімізді, сұйық майымызды қосып, какао қопсытқыш ұн қосылған массамызды бірнеше бөлікке салып, силиконды күрекшемен қозғап аламыз. 180 градустағы алдын ала қыздырылған пешке саламыз. Ал креміне суық сливки және де сгущенканы жақсылап шайқап аламыз. Бисквитіміз суыған кезде осылай қолымызбен үгітіп, үстіне банан немесе әртүрлі жемістерді салуға болады. Оның үстіне кремімізді салып, ал креміміздің үстіне шоколадты ганажды құйып шығамыз. Тоңазытқышта 3 сағаттай тұруы тиіс. Сіздермен бірге болған мен Рабия. Астарыңыз дәмді болсын.